Ассаламағалейкум достар. 11-ші сабақ, бүгінгі сабағымыз эмоциялық және рухани күш деп аталады. Өте маңызды энергия деген тақырыбымыздың жалғасы бұл. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, бұл сабақта біз эмоциялық тұрақтылықты қалай сақтау керекпіз. Және де өз сезімдерімізді қалай қабылдауға болатынын, сондай-ақ рухани күштерімізді қалай арттыруға болатынын үйренетін боламыз. Бүгін біз не өтеміз? Эмоциялық тұрақтылықтарды сақтау және сезімдерімізді қабылдау. Және де рухани күштерімізді арттыру жолдары. Осы екі тақырыптың төңірегінде болмақ. Эмоциялық тұрақтылық дегеніміз, бұл күнделікті өмірімізде қиындықтар мен стресстерді қабылдау қабілеті. Қиындықтар бәрібір болады. Құранда мынандай нәрсе бар. Әбігерлік деген. Мен сендерді әбігерлікпен жараттым дейді. Бұл не сөз? Әбігерлік деген жүрегімізге алаңдаушылықты салып қойған Алла Тағала. Ол бітпейді. Ешқашанда бұл не деген сөз? Адамда проблема ешқашанда бітпейді. Проблема ешқашанда адамда бітпейді. Проблема ол бола береді. Туындаған сайын, байыған сайын, өзгерген сайын. Бұл не десек, бұл біздің жолымыз екен ғой. Әбігерлікті біз қабылдау керекпіз. Проблема бітпейді. Ал біз не істеуіміз керекпіз? Осыған эмоциялық тұрақтылықпен бұның Алла Тағаладан келгенін түсініп, және де осыны жене білуіміз керекпіз. Мысал үшін, біздің жәнегі отбасылық мәселелерді шешу кезінде сабырлықты, бір тұрақтылықты бола білу өте маңызды да. Сіз қалай отбасыңызға келген кезде эмоцияға берілетін болсаңыз, сіз құртып алуыңыз мүмкін. Ондай мысалдар менде өте көп болған. Мен Instagram парақшамды қарайтын болсаңыздар, жәнегі жолдасыммен болып қалған жағдайларды описывать еткенмін сол жерде. Сіздің достарыңызбен келіспей қалған кездеріңізде сіздердің бір сезімдеріңізді бір ашық жеткізіп, оларды бір уақытында тыңдап, бір түсінуге дайын болатын болсаңыз, немесе отбасыңызбен, жолдасыңызбен, ол адамдармен мәміле деген нәрсе бар ғой. Мәміле деген өте маңызды нәрсе де адамға. Біз неге түсінбей қаламыз? Арамызда просто мәміле үзіліп кетеді. Мына жақта әйел адам, мына жақта еркек адам, немесе екі қызметші, бастық пен жұмысшы бір-бірін түсінбейді. Анау өзінікін айтып жатыр, мынау өзінікін айтып жатыр. Екеуі де өзінің көзқарасын просто дәлелдеуге тырысып жатыр да. Бұндай кездерде шыны керек, ешқандай мәміле болмаған кезде бізде эмоциялық тұрақтылық болмайды. Сол үшін ең бірінші біз мына эмоциялық тұрақтылыққа аса мән беруіміз керекпіз. Эмоциялық тұрақтылық болмаса, сіз саналы түрде ойлана алмай қаласыз. Мына жүйелі 2 деген миыңыздың бөлігі қосылмайды сізде. Тек қана мына жүйе 1, эмоциялық жәнегі миыңызбен ғана жұмыс жасай беретін боламыз. Рухани күш дегеніміз бұл өзіңізбен және қоршаған әлемімізбен үйлесімді байланысты сезіну. Ол сіз өзіңізді толықтай сезінбесеңіз, сезімдеріңізді сезінбесеңіз, кейбір кездерде қалай болады? Еркек адамдар өзінің сезімдерін тұншықтырып тастайды да дейді. Саған ұнайма десең, айта алмайды да, ана кісі шыны керек. Ұнайды деп те айта алмайды, не ұнамайды деп те айта алмайды да. Вот Аллаға шүкір, әйел адамдарда ондай нәрсе жоқ. Олар мысал үшін керек болса эмоциясын шығарып жылай салады да. Ол негізі жақсы нәрсе. Жақсы нәрсе эмоцияңызды білдіре алу, сезіндіре алу. Даже біз баламызға да эмоциямызды шығаруды үйретуіміз керекпіз. Эмоцияны жеткізе алуды үйретуіміз керекпіз. Эмоцияны жеткізе алмайтын бала да жабылып қалады, тұйық болып. Өйткені бұның бәрі психология ғой. Сіз өзіңізді ойлаңызшы, бала кезінде жабылып қалған сіз эмоциялық тұрғыда. Одан ары қарай дамыған сайын жәнегідей жабылып қала бересіз. Сол үшін сіз оны шығаруды білу керексіз. Рухани күш дегеніміз осы жәнегі өзімізді сезіну, өзіміздің бір үйлесімділікті жәнегі сезіну. Сол кезде ғана сіз өзіңіздің бір мақсаттарыңызға, құндылықтарыңызға сәйкес өмір сүруді жәнегі қолыңызға алатын боласыз. Мысал үшін,
табиғатта серуендеу, медитация, бір рухани бір тәжірибелер бар ғой. Соның бәрін сіз ішкі дүниеңізбен бір байланыстарын таба алу керексіз. Алла тағаланың бар екенін сезіну, нығметтердің бәрі Алладан екенін сезіну, өмірдің бізге дейін де болғанын сезіну, бізден кейін де өмірдің жалғасатынын сезіну керек бізде. Қоршаған ортаға деген сезіну деген сияқты. Бұның бәрін сезінген кезде, мына өмірдегі бір маңыздысы не екенін сіз ажырата бастайсыз. Шынымен де маңыздысы өте үлкен. Бүгінгі сабағымыздың қорытындысы, бүгінгі сабақта біз эмоциялық және рухани күшімізді қалай нығайта алатынымызды үйрендік. Осының бәрін бойларыңыздан, ойларыңыздан, денелеріңізден өткізсін деп мен сіздерге осының бәрін жеткізуге тырысып отырмын. Басынан бастап қайтадан көріп, ой елегінен өткізіп, сіз қандай кездерде қателіктер жасадыңыз? Өз-өзіңізге дұрыс сұрақтарды қоя біліңіз. Сіз шынымен де эмоцияңызды шығара алатын адамсыз ба, әлде жауап тастаған адамсыз ба, тұйық адамсыз ба? Сезімдеріңізді қалай сезінесіз сіз? Осының бәрін ой елегіңізден өткізіп, өзіңіздің бір күнделікті өміріңіздегі стресстік жағдайларыңыздың тізімдемесін және де оларға қалай жауап беретініңізді ойландыру керексіз. Мынандай элементарный блокнотты аламыз, ручканы аламыз и орындаймыз осыны тапсырманы. Және де мен сіздерге айтпағым, күнделікті бір 5 минут әйел адамдар болсаңыздар, медитация, ер адам болсаңыз, рухани түрде бір ойлану керексіздер. Отырып алыңыздар да просто ойлаңыз. Ойлаңыз да, және де ішіңіздегі тыныштықты сезіну өте маңызды. Бізді не мазалайды? Бізді ой мазалайды екен де, бізді әбігерлік мазалайды. Проблемалар, ойлар, не істейміз? Бір уақыт ойымызды тоқтатуға тырысуымыз керекпіз. Күніне бір рет 5 минут музыка қойып қойыңыз, әдемілеп тұрып. И отырыңыз да ойлаңыз. Ойды немесе өшіріп тастаңыз. Сол бір ішкі өзіңіздің тыныштығыңызды тапқан кезде, осы уақытта ойларыңызды бақылаңыз. Сізді не қуантатынын, не алаңдататынын, және осылардың бәріне бір анық бір көңіл бөлуге тырысқан кезде барып, сіз өзіңізді сезіне бастайсыз. Сіз өзіңізді нақты сезіне бастайсыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін.